Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода нағыз гриль тауығын дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет және де өте сочный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ, барлығы өте оңай заттардан ғана тұрады. Бізге осындай тұтас тауық қажет болады. Мендегі Алель фирмасынікі. Ең алдымен видеода көріп тұрғандарыңыздай терісін осылайынан етінен ажыратып аламыз. Ақырын ажыратыңыздар, терісін жыртып алмаңыздар. Міне осылай терісінен ажыратып алғаннан кейін кәдімгі салфеткамен тауықты құрғатып аламыз. Келесі осы тауыққа маринад жасаймыз. Ең алдымен ол үшін бізге кәдімгі кептірілген розмариннен 1 шай қасық, қара бұрыштан 1 шай қасық және де паприка, базилик және де түс беру үшін куркумадан 1 шай қасық қосамыз. Барлық ингредиенттерді астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Келесі кәдімгі тауыққа арналған дәмдеуіштен қосамыз. Және де лимон согын сығып 2 ас қасықтай қосамыз. Келесі кәдімгі тұздан 1 шай қасық қосыңыздар. Менде видеоға түсірілмей қалыпты. Енді 50 грамм ерітілген сары майды құямыз. Және де 2 дана чеснокты майдалап турап, оны да қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бізде осы маринад дайын болды. Енді тауығымызды жақсылап кептіріп алып, барлық жағына жағып шығамыз. Ең алдымен осылайынан терісінің ішіне жағамыз. Сол кезде бізде кәдімгі етіне сіңіп, өте дәмді болып шығады. Міне осылайынан видеода көріп тұрғандарыңыздай ішіне, сыртына, барлық жағына жағып шығамыз. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген осындай оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Қолымызбен де кәдімгідей жақсылап, барлық жағына жеткілікті етіп жағып шығамыз. Осылай қанаттарының асты жағына жағамыз. Сол кезде бізде маринадымыз тауыққа сіңіп, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Енді дәмі дегеннен керемет болып шығады. Мінекей мен барлық жағына жағып шықтым. Мінекей қыздар, барлық жағына жағып шықтық. Енді тауықты пісіріп аламыз. Ең алдымен осындай аяқтарын біріктіріп, шпажканың көмегімен қыстырып қоямыз. Мінекей осылайынан 2 сан аяғын біріктіріп, шпажканы кіргізіп біріктіреміз. Сол кезде тауығымыз өте жинақы болып пісіп шығады. Қанаттарына кәдімгі осындай зубочистканы тығамыз. Енді аяқтары ажырап кетпес үшін мен осындай жіппен де байлап қойдым. Сол кезде әдемі болып пісіп шығады. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста болуы қажет. Енді табамызды алып 2-3 ас қасықтай тұз себеміз. Бұл бізде тауықтың біркелкі болып пісіп шығуына кішкене көмектеседі. Енді тауықты жақсылап орналастырамыз және де бетіне кәдімгі қант ұнтағынан себеміз. 180 градуста 40-45 минуттай алды артын ауыстырып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ешқандай да фольга қолданбаймыз. Міне қыздар, біздің тауығымыз толықтай пісіп шықты. Осылайынан артылған майын кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Сол кезде жылтырап өте әдемі болып тұрады. Осылайынан ыстық күйінде дастарханға ұсынсаңыздар, енді керемет болып шығады. Енді мен осылай жіптерін шешіп алдым. Шпажкаларын да шешіп алып тастасаңыздар болады. Енді дайын болған тауықты осындай тарелкаға жақсылап орналастырып, әсемдеп қоямыз. Мен осындай кәдімгі апельсинді кесіп әсемдедім.
және де кәдімгі зелень укропты бетіне қойып осылайынан әдемілеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Енді жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болғаны ерім. Келесі видеоларда кездескенше.